Қайырлы құрметті көрермен, сіздермен бірге бүгін біз мынау желтоқсан айының физика пәнінің тестін талдайтын боламыз. Ал ендеше бастайық. Так, бірінші есеп автомобиль 0,8 метр секунд үрдімен қозғалғанда өзінің жылдамдығын 24 метр секундтен 40 метр секундке дейін өзгерту уақыты дейді. Бұл жерде бізде кәдімгі үдеудің формуласын пайдаланамыз. А тең деп береді ғой. Соңғыдан азайтамыз ба бастапқыдан бөлеміз уақытқа деген бар иә. Жоқ, бізде уақыт бермеген ғой. Қазір бізге уақыт табу керек. Точнее. Так, олай болса, өрнектейміз. Т тең минус 0 бөлген А. Сонда соңғы жылдан бізде 40, бастапқысы 24, бөлінген үдеуі 0,8 болса, 16-ны бөлеміз 0,8-ге. Так, 16-ны 8-ге бөлсек, 8 20 иә. 20 секунд. Сонда С жауабы болады екен. Кеттік келесі. Бір ұшына тіреу қойылған ұзындығы 2 метр, массасы 15 килограмм бар текті бөренені горизонтал қалыпта тепе-теңдікте ұстап тұру үшін екінші ұшына түсірілетін күш дейді. Бөрене, мынандай бір ұшы бар, соның үстінде бір бөрене тұр. И бізден екінші ұшына түсірілетін күшті сұрап тұр. Біз бір жалпы күшін тауып алайық. Бұл бөрене осы екі бір тіреуге қанша ньютон күш түсіріп тұрған. Осыны тек қана mg болады. F тең mg. Масса 15, көбейтілген 10. Толық 150 ньютон. Бірақ бұл жауап емес, бұл тек қана бір ғана тіреуге түсіріп тұрған, общий, яғни екі тіреуге де түсіріп тұрған күш. Демек, екі тіреуге болса, оны біз екіге бөлеміз. Сонда 75 ньютон болады екен. Әр тіреуіне тұрған тіреу үшін 75 ньютон. 75. Сонда жауап болады. Келесі, егер сутегі молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 800 метр секунд, ал тығыздығы 2,4 килограмм метр куб болса, онда маңызды саналады. Бізде мынандай формула бар еді. П тең 3/1 квадрат деген. Қандай шеңбер көп мұнда? Түсініксіз. Керек. Шарик тек 1/3 көбейтілген тығыздығы 2,4 800 квадрат. Тең 2,3 қысқартсақ 0,8 болады ма? Көрсетілген. Иә, 1, мұнда 0,8. Сонда 0,8 көбейтілген 800 квадрат. 800 квадрат бізде жабайы сызықшы. 0,8. Мұнда 8-дің квадраты деп алып, 64, адамды 100 болады, оның квадраты 10. Сонда 0,8 бөлінсек. Так. 0,8 бөлінген 64, көбейтілген 10.000. 512.000 паскаль. Паскаль екен. Сонда біздің жауапта қысқартылып беріліп тұр 512 килопаскаль. 512 килопаскаль. Идеал газға 70 килоджоуль энергия берілген кезде ол 40 килоджоуль жұмыс жасаған болса, онда оның ішкі энергиясының өзгерісін анықтаңыздар. Так, бізде идеал газ болып тұр, сондықтан онда энергия берген кезде Q тең 70 килоджоуль болса, жұмыс А 40 килоджоуль болса, жаңа формула бар. Q тең дельта U қосылған А деген. Орнына қосақ 70 тең дельта U қосылған 40.
дельта умс тең болады 30 киловатт жоулға. Келесі жазғы ауа конденсаторының электр сыйымдылығы 8,85 Омның -14 дәрежесі фарад және пластиналардың арақашықтығы 2 сантиметр болатын болса, әр пластиналардың ауданы сыйымдылыққа байланысты мынаның формула бар екен. Эпсилон өлшемі 0 бөлінген с до деген не? Қателеспесем, әлде до үстінде ме? Жоқ, до үстінде болған. Салыстырып көрейік. Алдағы табысында s тең, сонда эпсилон 0 көбейтілген d бөлінген с тең. Бізде алғашқы сыйымдылығы 8,85 оның минусына 4 дәрежесі, одан кейінгісі 8,85 оның минус 12-сі арақашықтығы бізде 2 сантиметр деп береді. Жоқ, мен әрқашан басын сыйымдылық бөлімі. Онда бізде мына болмайды. Сонда сыйымдылық тасына жылы 8,85 оның минус 4 ал үстінде 8,85 оның минус 12-сі көбейтілген 2 сантиметр ол 0,02 метр. Қысқарады сында 0,02 көбейтілген 14 дәреже плюс болып тарады, сонда 12-ден азайтсақ 2 дәрежесі болады. Сонда мынау 2 так бір жерден кетіп тұрмыз. Көбейтілген сыйымдылығы оның минус 4 дәрежесі болса, ол басымыз. Дұрыс келе жатыр қазір. Әлде так 1,2 так егер осыдан болатын болса, оның бөлінген қалады. 0,5 жоқ. Сонда анау 2 болады, 2 сантиметр дегеніміз. Оның 2 дәрежесі. Оны көбейтсек, сонда 2 метр болады. Әр пластинасының ауданы дейді. Егер сантиметрде болып көрсекші мұнда. Так. Так, біз сантиметрде болып болса, онда басында қателесіппіз. Мұнда S болады, астында да болады. Сөз S тең. Сада бөлінген не болады. Осымен шығарып көрейікші. 8,85 оның минус 4 дәрежесі көбейтілген 0,2 бөлінген 8,85 оның минус 12 дәрежесі тең, сонда қысқарады
Оның мен сегіз rs плюс барады да, оның мен сегіз rs алады. Берілген 0,02 тең 2 оның минус 4 дәрежесі болады екен. Жауап метр. Да жауабы. Так, ен учасы 0,8 Тесла бір текті магнит өршінде орналасқан ұзындығы 12 сантиметр түзілсін арқылы үш ампер өткенде ампер күшінің шамасы 0,144 ньютон болса, өткізгіш пен кіші ұзындықтарының арасындағы индукция берілген 0,8 ұзындық 12 сантиметр ампер күші 3 ампер F тең 0,144 F тең пи синус альфа. Ja? Onda sinus альфа тең болады F бөлінген биыл тең 0,44 бөлінген 0,8 көбейтілген 12 сантиметр 0,12 метр көбейтілген 3. Так, классный сонда объяснить. Ал синус қай кезде 0,5 әрине 30 градуста. Пожалуйста. Келесі. Нәрсені жинақ заңның алдына одан 30 сантиметр жерге бас оптикалық өстің бойына қойғанда оның үшін кескіні 4F қашықтықтағы линзаның фокус аралығы 1 бөлінген F, 1 бөлінген F қосылған 1 бөлінген да. Бізде фокус аралығын сұрап тұр, яғни F сұрап тұр. Не ол 30 сантиметр ара қашықтығы орналасқан демек 0,3 метр. Қосылған шынайы кескін ол 4F-те. Мұнда 4F болады. Осы жерден ары қарай шығарамыз. Бөлінген F тең болады 2F. Мұнда 4F. Мұнда 15. Бөлінген F. Бөлінген F-ті мұнда төбеге жайып, бөлінген F сонда не жақта қалады 4F қосылған 13. Қалады. 4F тең болады 2 минус 13. 4F тең 9. 9 біз 4-ке бөлсек 125 дейді. 125. Пожалуйста. Келесі тығыздығы 30 килограмм бөлінген метр куб болатын білеуше суға батырылғанда 1,2 литр көлем суды ығыстырып шығарды, оның көлемі. Білеушенің көлемі сұрап тұр. Так, про су көбейтілген в су тең болады. В кеңейіп көбейтілген в тең десек. Анда судың тығыздығы 1000 көбейтілген 1,2 литр болу көлемі. Мұнда дененің тығыздығы 600 көбейтілген дененің көлемін табу керек. 1200-ді 600-ға бөлсек 2 литр. Жауабы. Келесі. Ядролық реакцияның екінші бөлімі. Және мұнда 27 қосылған 1, общий 28 болып тұрған мұнда. Демек арасында 4 транзисtor бар. Ол бізде альфа дұрау болады. Альфа бөлшек. Кен альфада бізде 4,2. Сынақтың электрохимиялық эквиваленті 2 оның минус 6 дәрежесі килограмм бөлінген кулон тәжірибе барысында 2 ампер ток күшінде 2 грамм сынақ бөлінген болса, оның бөлінуіне кеткен уақыт. М тең кит формуласымен шығарамыз, М тең кит. Табу керек бізге. М бөлінген К айырылатында Т тең масса бізде 2 оның минус 6 дәрежесі бөлінген
Так, жоқ. Осы бізде 2 грамм, демек 2 оның минус 3 дәрежесі, астында 2 оның минус 6 дәрежесі көбейтілген 2. Сонда мына тұстары 1-2 бөлсек 0,5, көбейтілген оның 3 дәрежесі тең 500 секунд. Жауабы. Егер дифракциялық тордың 1 миллиметріне 53-ге сәйкес келсе, ал торға толқын ұзындығы 800 нанометр болатын жарық түссе, одан екінші реттік максимум байқалатын бұрыш. Бұл жерде д синус альфа калямды формуласымен шығарамыз. Бізде бұрышты сұрап тұр, яғни синус альфаның тең калямда бөлінген д. Сонда синус альфа тең бізде екінші ретті деп тұр. Болады, көбейтілген толқын ұзындығы 800, оның минус 9 дәрежесі. Так, біз даны таппаппыз. Даны табу үшін біз былай жасаймыз. Д тең 1 миллиметріне елу штрих деп тұр. Сонда миллиметрде оның минус 3 дәрежесі бөлінген 50. Оны мұнда апарып қойсақ, оның минус 3 дәрежесі астында қалады, үстіне 50 кетеді. Тең мұнда 100 көбейтілген 800, оның минус 6 дәрежесі дейді. Тең онда 1, 2, 3, 4, 4-еу бар, сонда 8, 4 нөлді таңсап тұрсақ, оның минус 2 дәрежесінде 0,08. Ол бізде арк синус мөлшерге тең. Жауабы. Массасы 10 килограмм дене, қатаңдығы 400 ньютон бөлінген метр секундтегі тербеліс жасалды. Периоды өзгермес үшін осы дененің ұзындығы қандай жіктеліп тербелту қажет. Мына екі формуланы пайдаланамыз. 2π арасында МК және Т тең 2π L бөлінген G деген. Екеуін теңестірейік. 2π. Екпелер сразу қысқарып кетеді, теңестірген кезде жазып қойшы. Түбірлер тоғыз квадратта жүрсе қысқарып кетеді. Сонда МК бөлінген L бөлінген G алып, бізге L-ді табу керек. Сонда L тең mg бөлінген K болады. Масса 10, үдеу 10, екінші үдеу бөлінген қатаңдық 400. Сонда 100-ден 400-ге бөлсек 0,25 метр. Ол 25 сантиметр. Жауабы. Келесі тыныштықтағы ұзындығы 5 метр. 0,8 жарық жылдамдығымен қозғалған дененің қозғалыс бағытындағы ұзындығы. L тең L0, 1 минус v квадрат бөлінген c квадрат. Саламыз. Сонда L тең бастапқыда 5 болады. Burasында 1 минус 0,8 c квадрат жылдамдықпен қозғалса, сонда 0,8 квадраттан 0,64 c квадрат бөлінген c квадрат қысқарады. 1-ден 0,64 азайтсақ 0,36 болады. Түбірден 1-ден шығара салсақ 0,6 болады. 3 метр. 3 метр екен. Келесі велосипед доңғалағының радиусы 4 метр, ал бұрыш жылдамдығы 5 рад бөлінген секунд. Доңғалақтың шетінің сызықтық жылдамдығын табыңыз. Центрге тартушылық формуласы береді. Мынандай v квадрат бөлінген r тең немесе омега квадрат көбейтілген r деген. Осы екеуін егер теңестіруден шығаруға болады. v квадрат тең омега квадрат көбейтілген r квадрат. Бәрін формуласында квадраттан шығу үшін, сонда v тең омега r тең осы жиілік жылдамдық 5 көбейтілген радиус 0,4 тең 2 метр. 2 метр секунд.
Қуаты 13,3 вольт лазер бір секундта қуат лазер бір секундта 3,10 дәрежесі фотон шығарса, фотонның толқын сындығы. П тең біздің мындай формула бар, NHS бөлінген лямбда Т деген. Сонда бізге толқын сындығын табу керек болсын, лямбда тең NHS П. Сонда 3,10 дәрежесі көбейтілген 6,63 оның минус 34 дәрежесі көбейтілген 3,8 дәрежесі бөлінген қуаты 13,3 секунд per секунд жазылатын да. Жоғары есептейік, бірінші дәрежелерден мындағына екеуі қосылады, 28 болады, 34 тәңір айтсақ, минус 6 дәреже болады. Оның минус 6 дәрежесі көбейтілген. Мында 3-ті 3-ге бөлсек 9, 16 63-ге көбейтсек. Так, 9, 6 63-тен 59 67, оны 13-ті 3-ге бөлсек 4-те 48. 4-те 48 тең болады. Сонда 4,5 микрометр болып тұр ғой. Оның минус 6 дәрежесі болатын болса. Жауаптағыдай А жауабы. Қай ұзындықтағы мыс сымдар бір ұшына ілінген кезде өз салмағына үзіліп кетер еді? Ұзын сұрап тұр, мынандай формула бар ғой, беріктік шегіне байланысты. Тең болады. 3 бөлінген S деген. Осыған салып көрсетіп болады ма? Бір 3 бөлмеген бізде тозық берген. Демек, онда ол архимед күшімен робот G деп ашқан аламыз. Бөлінген S. Бірақ бізден S сұрап тұрған жоқ, бізден ұзындық сұрап тұр. Біз мұнда көлемді SH деп ашып жіберсек болады емес. Ро көлем бізге S көбейтілген H-ға тең, көбейтілген G, астында еще тағы S бар, сонда қысқарады. И получается, мына формуладан біздің андай формула шығады. Ро H G. H деген как еще S жол ретінде ғой, ұзындық. Так, сонда H тең болады. Беріктік шегі бөлінген Ро G. Тең беріктік шегі 450, оның 6 дәрежесі паскаль болса, 9,900 көбейтілген 10. Ал көрейік. Сонда шамамен 5056 метр шығады. Ол бізде жауап қойырсақ 5-те 1 километр дегенге келіп тұр екен. Жауабы. Тығыз жабылған цилиндрдің ыдыста 0,5 метр куб көлемдегі идеал газ бар. Мына жерде мына сөзге мән беру керек. Тығыз жабылған. Бастапқыда оның қысымы 100 килопаскаль, ал температурасы 300 кельвин. Егер газды қыздырғанда оның температурасы 400 кельвинге дейін артып, ал көлемі тұрақты қалса, оның қысымы міне вообще мұнда көлемі тұрақты деп тұр. Егер ол жабық ыдыс болатын болса, онда ол жерде бізде көлем тұрақты, демек ол изохоралық процесс. П бөлінген Т тең П бөлінген Т. Бастапқыда оның қысымы 100 килопаскаль, ал температурасы 300 деп жазайық. 100, ал температурасы 300. Егер газды қыздырғанда оның температурасы 400 кельвинге дейін артатын болса, оның қысымы дейді. Қысымды табу керек, ал мұнда 450 кельвинге дейін арты деп тұр. Демек 300-ге 450 болса, 750. Бір қысқа жібере салайық, сонда 750 бөлінген 3 пи тең 250 килопаскаль. Это жауабы. Әлде жоқ.
Мұнда қате. Кешірім сұраймын, мұнда бізде 450 болды ғой. Кешіре беріңіз. Қазір температурасы 450 кельвинге дейін артты деп тұр. 450-ге дейін жетті деген сөз ғой. Сонда 453-ге бөлсек 150 килопаскаль болады. Жалға. Контурдың электричествілігі 5 есе кемігенде магнит өрісінің энергиясы. V квадрат бөлінген 2. Энергиясы V квадрат бөлінген 2. Бізде индуктивтілік 5 есе кеміді деп тұр. Мына бірінші жағдайда, екінші жағдайда V2-ден индуктивтілік 5 есе кемсе, басқашада 5 көбейтілген 2. Сонда энергиясы өзгерісті сұрап тұр бізде. Тоқшын қысқартып жіберсек болады, екілерді қысқартып жіберсек болады. Сонда мұнда энергия тең болады индуктивтілік бөлінген. Индуктивтілік просто индуктивтілікке тең болып қалды, екіншісінде энергия тең болады индуктивтілік бөлінген 5. И мындай қысқартып жіберсек болады. Энергия тең 1 қалды, энергия тең 1 бөлінген 5, ол бізден 0,2. Яғни соңында энергиясы, яғни мынаны процентке айналдырсақ 20% болып қалды ғой. Басында 100 еді. 100 азайтылған 20 тең 80. 80%-ға кемиді. Суретте бірдей 3 шамның жалғану сұлбасы келтірілген. Егер бірінші шам арқылы күші 4 ампер болатын ток күші өтіп жатса, үшінші шамның өтетін токтың күші дейді. Ал өзінше бір жүйе. Бізде екінші жүйе. Бұлар тізбектей жалғанған. Екінші жүйе деп қойын. Бірақ мына жерде бірінші жүйе. Бұлар өзара параллель жалғанған. Ал бізде параллельде кернеулер тең. Онда бірінші кернеуді табу болады. Сонда бірінші жүйедегі кернеуді табу оңай болады. U тең бізде IR ғой. Ал бізде ток күші уже беріліп болған. Бірінші шам арқылы, 4R тең 4R. 4R болып тұр. Енді біз мұндағы кедергіні тауып алу керек. Біз екінші жүйедегі тізбекті салған кезде кедергілер тек осы қосылады. R жалпы тең, сонда 2R болады ғой қосылған. 2R болып, біз үшінші шамнан өтетін ток күшін табу үшін I тең просто бөлінген R дей саламыз. Бұл жүйедегі біздегі кернеу тең, сондықтан бәріне ортақ болады, 4R болады. Бөлінген кедергі болса 2R-ға тең. Сонда R-лар қысқарады, 2 ампер деген жауап шығады. Жер серігі мен жер бетіндегі қабылдағышқа дейінгі қашықтық 1200 км. Осы серікпен жұмыс жасайтын телефонның сигнал кідірісі минимум қандай болады? S тең ST бөлінген 2. Неге 2 өйткені сигнал барады, келеді, қайтып келеді. Уақыт алу керек, T тең 2S бөлінген S. 2 көбейтілген 1200 км алған шамның 3 көбейтілген 13 дәрежесі дей салайық. Бөлінген 5/8 дәрежесі. Тең болады. Осылай. 2, 1/2 оның 6 дәрежесі дейік. Астында 3 бөлінген 18 дәрежесі. Сонда 2 40 болады, 13-ге бөлсек 0,8 көбейтілген 10-ның -2 дәрежесі. Сонда 8 10-ның -3 дәрежесі секунд, немесе 8 микросекунд, миллисекунд. Келесі 238-92. Уран изотопының радиоактивті ыдырауында 3 рет альфа және 1 рет бета бөлшектер шығарылу нәтижесінде пайда болатын ядроның массасы саны. Масса саны деп тұр, сондықтан біздің бетаның мүлде қанша рет ыдыраса да оған қарамай қоюымызға болады. Неге? Өйткені бетада бізде 0-1
Массалық саны бізде ол түсті деп орналасады, яғни а тең массалық сан. Массалық сан сан деген көшірме. Сондықтан бізде мында 3 рет альфа деп тұрады, ал бізде альфа ыдырауда 4-те 2 болады. Радиоактивті ыдыраудың 3 рет альфа және 1 рет бета бөлшектің шығару нәтижесінде пайда болатын массасы. Иә, сонда 238-ден 12-ні азайтсақ 226 болады. С жауабы. Келесі. Электрон индукциясы 10 тесла болатын магнит өрісіне 60 градус бұрышпен оның 7 дәрежесі метр секунд жылдамдықпен енген болса, оның винттік теориясының радиусы мына формуламен шығады, негізі м бөлінген кюбі. Бірақ біз асықпайық, өйткені мұнда кәдімгі ой емес. Бізде белгілі бір бұрыш жасай отырып өріске енгендіктен в тең в көбейтілген синус альфа. Жылдамдық алуын осылай. Негізі жылдамдық в целом, иә, оның 7 дәрежесі, бірақ дұрыс болып қойды. Бірақ 60 градуста бізде синуста 0,87. Демек 8-де 7 оның 6 дәрежесі. Енді қоюға болады. Масс атаулы да 1, оның минус 31 дәрежесі көбейтілген. Жылдамдық 8-де 7 оның 6 дәрежесі бөлінген 1-де 6 оның минус 19 көбейтілген 10 дейді. Bunu енді мында жазайық. Тең. Так, дәрежелерден бұрын бірінші сандарды есептей алайық. 9-да 1 көбейтілген 8-де 7 тең бөлінген 4-де 6 дейді. 49-да 48 көбейтілген 10-ның дәрежелерін санайтын болсақ, жоғарыда 6, так, минус 25, оның минус 6 дәрежесі болып тұр ғой. Бірақ мұнда бір 10 бар, сонда оның минус 5 дәрежесі. Жоқ, 31-ден 6-ны азайтсақ минус 25, 19 үстіне барады минус 6, и мұнда бар минус 7 болады. Минус 7 дәреже. Тең болады 4-де 9-да 48, оның минус 6 дәрежесі метр, немесе 4-де 9 микрометр. Бізде ондай жауап да жауабы. Массасы тұрақты 2 атомды газ көлемін 2 есеге арттырғанда, оның температурасы да 2 есеге өседі. Бұл келушіге 3500 жыл берілді. Осы процестегі газдың ішкі энергиясының өзгерісі. 2 атомды газ, так. Мұнда газ көлемі өзгеріп тұр, еще оның температурасы да өзгеріп тұр. Ал сын тұрақты болып қалып. Демек, бұл изобаралық процесс. Ал изобаралық процесте бізде мындай формула бар еді, Q тең дельта U плюс А. Енді осы жерден біз Q тауып алайық. Q тең бізде 2 атомды жеткізуші. Демек, ішкі энергияның формуласы былай болады. 5-те 2 мю RT. Қосылған мю RT. Жұмыстарды осылай ашуға болады, осы түрде. Сонда Q тең отақ бөлімді біз қанша 2 мю RT береміз. Сонда мұнда 5 қалады, қосылған мұнда 2 қалады. Сонда 7 бөлінген 2 мю RT. Мұнда 5-те 2 бөлсек 2,5 ғой, сонда 2,5 мю RT қосылған мю RT тең 3,5 мю RT. Енді ішкі энергияның жаңа формуласы деп айттық, дельта U тең 5-те 2 біздің жағдайымызда мю RT. Енді біз мына мю RT-ның орнына осыны қоюға болады. Өйткені бізде мұнда Q тең 3-те 5 мю RT болды ғой. Демек, мю RT тең болады Q бөлінген 3-те 5-ге.
Сонда дельта u тең 5 бөлінген 2 көбейтілген q бөлінген 3/5. Ал q бізде ол 3500-ге тең. Тең 5 2 бөлсек 2,5 көбейтілген 3500 бөлінген 3,5. Мына 3,5-ды 3/5-ке бөлсек 1000 болады. 1000-ды 2,5-ке бөлсек 2,5 болады. 2,5 joule болады екен. Жауабы да. Келесі айналым тізбегінде конденсатордың сыйымдылығы 5 микрофарад, индуктивтік катушканың индуктивтілігі 0,2 генри. Ал айнымалы кернеудің жиілігі 50 герц болатын болса, тізбегі толық кедергісіз. Бірінші бізге бұрыш жылдамдықты, яғни жиілік табу керек. Қандай бір жиілік бар еді ғой. Бұрыш жылдамдық еді. Иә, бұрыш жылдамдық. Сонда 2π көбейтілген 50 тең 100π деп тұра берсін, пока что 100π деймін. Екі түрлі кедергі табу керек. Онда біріншісі біз омега L деп символға байланысты кедергіні тауып аламыз ба? Бәрібір негіз. Омега L деп бірінші индуктивтілік кедергіні табайық. Сонда 100π көбейтілген 0,2. Сонда 20π болады. Сосын мына кедергіні табайық. 1 бөлінген омега S деп. 1 бөлінген 100π көбейтілген 5 оның минус 6 дәрежесі мәсі. Енді пиді ашу керек бола ма? Шпай қойып қойшы. Или ашады екенбіз жарайды. Есептейік ал. 100 көбейтілген 3/14 көбейтілген 5. 1570 дейді. 1-ді бөлеміз 1570-ке. Тең 1570. Минус 6 дәрежесі жазып қойын. 0,000 636 оның минус 6 дәрежесі ма? Жоқ, плюс 6 дәрежесі. Тең сонда 636. 636. Мында 20π дегеніміз ол 62,8. Ол екен. Бізден Z сұрап тұр. Толық кедергінің оны табу үшін осы XS-тен XL-ді алып тастаймыз. Тең 636 минус 62,8. Сонда 573 дейді. 573-те 2,10. Бізде С жауап келді деген. Көкжиекке 30 градус бұрышпен бұрыш жасайды. 100 метр секунд жылдамдықпен лақтырылған дененің толық секунд уақыттан кейін кинетикалық энергиясы толық энергиясының қандай бөлінуі көрінеді. Так. Бір денені лақтырған, да, былайын. 30 градус. 100 метр секунд. Байсек, косинус альфада лақтырылған бұрышымен синус альфадасын табу керек. Өйткені біреуі мына Y координатаға жауапты, біреуі X-ға жауапты. Сонда В көбейтілген косинус альфа, көбейтілген синус альфа. Косинус болатын болса, бастапқыда 100-бен лақтырған, екеуі де негізі 0,5-ке тең ғой. 0,5-тен 50-ге. Ал негізі синустың синус 60 градус плюс 3 бөлінген 2-ге тең еді. Так. Бөлінген 2. Мында негізі 60 градус болады. 100 көбейтілген синус 60 градусы 0,87-ге тең. Көбейтілген 187 болады. Жоқ, бізде 30 градус жасай лақтырады. Мұнда
нөлден басталып шығып тұрған болатын болса, ол синусоидал. Демек, мына жер 30 болса, онда мына жер косинус 60 болып кетеді. Яғни 887-ге көбейткен кезде 87 болады. Енді бізге 9 секунд уақыттан кейінгі жылдамдығын табу керек. Олсын v тең, бізде v косинус альфа болды ғой, косинус альфа минус дейміз 9 секундтан кейінгі g-ті. Яғни ол бүйтіп қозғалып бараттағанда кейін жайлап түсе бастайды ол жерге қарай. Сонда 50 минус 10 көбейтілген 9 тең минус 40 метр секунд. Минус 40 метр секунд. Енді бізде толық нені табу керек? Айтса болады. Толық жылдамдықты. Оны табу үшін v толық тең квадрат аттың астына аламыз. Мына екі жылдамдықты 87-дің квадраты қосылған 40-тың квадраты. Бұдан көрден қанша шығады? 87 көбейтілген 87 қосылған 40 көбейтілген 40. 9169 төбелдің астында. Сонда былайсайшы v квадрат толық тең 9169 дейік. Құтылайық. И енді бізде бастапқыда бізде кинетикалық энергияның формуласы mv квадрат бөлінген 2 ғой. Бірақ біз бұған салып жеке-жеке энергияны таппай қойық. Просто басында бізде v0 квадрат кезінде біз 100 метр секундпен лақтырылды ғой. 100-дің квадраты бізде 10 000. И осы екеуінің жаңағы қатынасын алассақ болады. Мысалы 9169-ды бөлеміз 10 000-ға. Сонда шамамен 92% шығар ғой. Жауап болады. Контекст дейді. Түзу сызықты қозғалыс суретті екі дененің жылдамдықтарының уақытқа байланысты өзгерісі келтірілген. Осы денелердің қозғалысы туралы келесі сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші дененің алғашқы 2 секунд уақыттағы өтеуінің мәні. Бірінші дененің өтеуін табу керек. А тең v минус v0 бөлінген т. Соңғы жылдамдығы бірінші дененің алғашқы 6 болып тұр мұнда, иә? 6. Бастапқы жылдамдығы 18 болып тұр мұнда. 2 секунд артын табу керек. Сонда төбеде минус 12. Так, бітті. 2 секунд уақыттағы өтеуін табу керек. Минус 6 болды ма? Ондай жауап жоқ қой. Так. Бірінші дененің алғашқы 2 секундтар. 18 ал бастапқысы. Соңында 6-ға түсіп қалды. 18-ден 6-ны айтсақ 12, 12-ге бөлсек 6 дейді. Дененің қозғалысы туралы. 2 секунд алады. Да, секунд жүрген вообще. Бірінші жолдықтар 6 тең v0-ді. Аталған мұнда да беріп болады. Это один переворот. Точнее, лампочки карты. Так. Ең жақыны 4 метр секунд деп тұр, иә, 6-ға. Неге 6 шығып тұр? Мен онда жоқ. Жауабы. 8-ден 6-ға айтсақ 12, 12-ні мүмкін алғашқы 2 уақыттағы мәні дейді. Алғашқы 2 уақыттағы өтеуінің мәні. Біз 300 секунд болуымыз керек қой мұнда. Бұнда болады демек. Сонда минус 12 бөлінген 3.
минус 4 метр секунд квадрат да жауап болады. Екінші дененің үдеуі дейді. Екінші дененің үдеуі бізде екінші дененің соңғы жылдамдығының қанша екінші 6 ғой иә мында 6 минус бастапқысы 0 бөлінген 3 дейді. 6 бөлінген 3-тен 2 жауабы бірінші дененің алғашқы 2 секунд уақыттағы жүріп өткен. Бірінші дене так v0 бізде 18 ғой иә көбейтілген 2 секунд деп тұрыпты. Мына формулаға салып s тең v0 минус a квадрат бөлінген 2. Неге минус? Өйткені мұнда кеміп жатыр. Минус үдеуі бізде бағана 4 болды. 4 көбейтілген 2-нің квадраты 4 бөлінген 2. Тең 36 минус 16-ны 2-ге бөлсек 8 тең 28. 28 метр. Бірақ мұнда мұндай жауап жоқ. Не былай? Мұнда просто s тең v0 мен шығарсаған ба? 18 қосылып. Егер ондай болатын болса 36 болады. А так негізі дұрыс жауап 28 метр болған. Алғашқы 2 секунд уақыттағы жүріп өткен жауап. Дұрыс қой. Егер графикке қарайтын болсақ 2 секунд енді ол примерно 3-ге ровно бөлсек, так. 1 секунд, 2 секунд. 2 секундты көп болса кеміп тұр жылдамдығы дейді иә. Негізі 28 метр секунд болады. Точнее 28 метр болған жауап. Екінші дененің алғашқы 2 секунд уақыттағы жүріп өткен жауап. Екінші дененің формуласы мынандай s тең v0 бұл жерде плюс болады енді. Потому что жылдамдығы артып жатыр. И так как мынау жол бізде 0-ге тең болғандықтан полный 0-ге кіреді, сонда просто a квадрат бөлінген 2 болады. И екінші дененің үдеуі қателеспесем бағана 2 болды. 2 көбейтілген 2 секунд уақыттағы бөлінген содан тең 4 метр. Жауабы келесі егер екі дененің тобы уақыттан кейін жүріп өткен жолдары бірдей болса, онда тобы уақытының мәні s1 тең 18 тана білмейміз. Бастапқы жылдамдығы 18 болды. Минус болды бұнда иә, a квадрат бөлінген 2. Мұны s2-де бізде жылдамдық 0-ге тең көбейтілген t минус a квадрат бөлінген 2-ге тең. Жүріп өткен жолдары бірдей болса, онда бірақ бізде мұнда кейін бірінші графикте кеміп келеді де, одан кейінгі жылдамдығы тұрақты болады. Екеуін теңестіріп көрейік. Сонда 18 минус a квадрат бөлінген 2. Бізге үдеуі белгілі ғой, айтпақшы. Үдеулерін сразу жасайық. Біріншісі үдеу 4 болды. Екіншісі тең минусқа плюс қойды. 2t квадрат бөлінген 2. 2 қысқарады, 18t минус 2t квадрат тең болады t квадрат. 18t тең 3t квадрат, t'лар қысқарады, t тең 6 секунд. Деген жауап болыпты. Мұнда ең жақыны 4-те 9 немесе 8-де 2. Осы екеуінің біреуі бар. Почему-то жауап бізде 6 шықты. Плюс 6 секунд. Келесі есеп жол жұмысы 2,5 эконовольт болатын металға толқын ұзындығы 300 нанометр болатын ультракүлгін сәуле түсірілді дейді. Бізге түскен сәуленің энергиясын табу керек. HS бөлген лямбда тең энергия қосылған жұмыс.
жұмыс берейін ғой, иә. Одан да энергия табайық. 6 + 3. Оның минус 34. Мына АС-ны бірінші бөлек есептеп алсақ, 3  оның 8 дәрежесі бөлінген 300 оның минус 9 дәрежесі тең. Так. Белгілеп оның минус 9 дәреже плюс болып барады, 17, 34-тен айтсақ, оның минус 17 дәрежесі болып тұр пока что. Былайша 66-да 3, оның минус 19 дәрежесі деп алайық. Жауап. И шығу жұмысы бізде 2/5 экранға бөлінген. Bir de alkol керек сөз. 4 шығады. Төрт. Минус 19. И бізге түскен сәуле энергиясын табу үшін 2-ге тең. Осы 66-да 3-тен азайтамыз 4-ті ма? Саны 62 қалады. Что-то не то. А может, шайған HSM де шығар. Түскен сәуленің энергиясы сұрап тұрмыз. 4. Мана біз бір дәрежеден қатайтын секілдіміз. Так, HSM да шығатын электронның максималды потенциалын. Максималды потенциалын. Түскен сәуленің энергиясы. Так, 63, минус 34. Тең 3/8 дәрежесі. 300, оның минус 9 дәрежесі. Минус 17 дәрежесі. Тең 1, 0,6, 63, оның минус 19 екен ғой. Дәрежеден кетіп қалыппыз. Сонда жарым 1,6. Karşılaştırmaların sektörleri шығуымызға 2,5 экранға бөлінді. Четвертое. А. 2,5. Бөлінген потерялды. Вперед. Так, давай что начнется. Негізі осыған онда бір жол берген ғой бізде.
Бұны біз экраннан валютқа айналдыруымыз керек, иә. Демек, егер мынаны 1-6-ға бөлетін болсақ, бізде 0,414, жоқ, екінші 0,663-ті бөлеміз 1-6-ға. Сонда 41, онdan соң дәрежесі шығар екен. Экраннан көреді. Бірақ дәрежесі сәйкес келмей жатыр. 63. Онда дұрыс емес. Да, біз дұрыс айналдырмадық та. Біреу екеу да. Значит, демек 6, 63, 17 болады. 19-шы. 19-шы енді осы 63-ті бөлсек 1-6-ға 4-те шығу керек, 4-14 экраннан көреді. Жауап болады. Кинетикалық энергиясын табу керек бізге. Кинетикалық энергиясын табу үшін сол жағын 4-14-тен 2-5-ті азайтып тастаймыз шамасы. Сонда 1-6 шығар екен. Себебі біз жаңа осыны таптық. Бұл 4-14 болды, экраннан бөлді. Ал мынау бізде 2-5-ке тең. Сол екеуін азайтқанда бізде мынау шығады, кинетикалық энергия. Изохорлық процесте газға оның дәрежесі жылу берілген газдың ішкі энергиясының өзгерісі мен жұмысын олардың мәндерімен сәйкестендіріңіз. Изохорлық көлем 0-ге тең немесе константа. Тұрақты. Сонда ішкі энергиясының өзгерісі деп тұр. Изохорлық процесте бізде жылу мөлшері бізде ішкі энергияға тең болады. Бізде 6-10 дәрежесі жылу берілгендіктен ішкі энергия сондай болады. Ал жұмысы 0 болады. Потому что егер мынау 0-ге тең болатын болса, демек А да 0-ге тең болады. Процесс изохорлық. Келесі, егер үш жіңішке өткізгіш суретте көрсетілгендей бір-біріне параллель өткізгіштер арасындағы қашықтық 1-ге және 1 жарыстық бойынша жатса, онда дейді. Бірінші өткізгішке әсер ететін ампер күшінің бағыты. Мынаған әсер етеді. Негізі ток күштері олар бір-бірін тартады. Егер бәрі бір бағытта кетіп бара жатса, онда кетіп барады, бір бағытта бағыны. И мынау 2 тартады оны астыға, и 3 тоже оны астыға тартады. Сондықтан тік төмен қарай болады. Үшінші өткізгішке әсер ететін ампер күшінің бағыты. Ал керісінше 3 ең астында орналасқандықтан 2 оны жоғарыға тартады және 1 де оны жоғарыға тартады. Сонда тік жоғарыға бағытталған болады. Ал егер мысалы, допустим, бір есептесе, 2-ның бағытын сұрайтын болса, ол 1 оны жоғары тартады, и 3 астыға тартады. Демек, бұл бізден ары қарай болу керек. Немесе бізге қарай болу керек. Немесе өз орнында қалады. Графиктің бірінші бөлігіндегі жылдамдықтың өзгеру түрі дейді. Жылдамдықтың өзгерісі беріп қойған, жүрген жолы уақытта. Бірінші бөлігінде бізде вот емесі де формуласында қояйық. Біздің жағдайымызда x бөлінген там. Так, осы жерден x бізде артып жатыр да басында. Потом
тұрақты болып, енді кемейін деп жатқан кезде жоғары көтеріліп кетеді. Бірақ ол кемуге ұмтылып бара жатыр. Сондықтан бір қалыпты кемуде болады. Өйткені т азайса, жоқ, наоборот. Т бізде көбейіп жатыр ғой мында, иә? Жайлап. Т көбейетін болса, онда жылдамдық кемиді ғой. Иә. Онда енді ғана жылдамдық, уақыт көбейіп жатқан кезде үзіліп кетеді, иә. Сондықтан бір қалыпты. Екіншісінде, екінші бөлімде жылдамдық өзгеріп тұр. Бізде x бізде ұлғайып жатыр, былай қарай. И уақыт тоже ұлғайып жатыр. Сондықтан бір қалыпты ұлғаюда. Жоқ, уақыт бізде тұрақтап қалып жатыр, потому что ол мына жаққа қарай уже кетіп бара жатқан жоқ, тек қана жоғары ғана кетіп бара жатыр. Демек, уақыт өзгеріссіз қалып тек қана s арқылы беретін болса, жылдамдық екеуі тура пропорционал болғандықтан, онда ұлғаяды. Жауабы h. Массасы килограмм бір шидені x тең 25 минус 5 плюс 3 квадрат теңдеуімен қозғап келеді. Массасы 4 килограмм болатын екінші дененің теңдеуі бар. И біріншісінде бізге денелердің алғашқы кездескен мезетіндегі екінші дененің импульсінің береміз. Онда денелер кездессе десе, демек бізге теңдеулерді теңестіру керек болады. 25 минус 5 плюс 3 квадрат тең болады. 2 квадрат плюс 10 минус 25. Бәрін мұнда сол жаққа жинайық, сонда т квадрат минус 15 плюс 20 тең 0. Бұл, если қателеспесем, так, т минус 5 т плюс 10 дегенге келіп тұр ғой, тең 0. Иә? Будет т квадрат 10 минус 5. Жоқ, мұнда минус болғанда. Минус 10 болады. Иә, болды, осылай. Сонда т тең 5, т1 тең 5, т2 тең 10 секунд. Анықталдық. Енді, денелердің алғашқы кездескен мезетіндегі екінші дененің импульсінің мәні дейді. Жылдамдықтарын табу үшін мұны әрқайсысынан бізге туындау керек болады. Бізде екінші дененің импульсі сұрап тұр, сондықтан егер мынаны туындалатын болса, 4t плюс 10 болады. Енді сонда оны табуға болады. Сен сонда 4t бізде екінші дененің импульсінің мәні 10 болады. Жоқ. Алғашқы кездескендегі босамамыз. 4 көбейтілген 5 қосылған 10 тең болады бізде 30. Қателеспесем, мұнда біз 10 алу керекпіз. Сонда 40 болады, оған 10 қоссақ 50 болады. Ал екінші дененің массасы 4 килограмм. 54. Жоқ, мұнда 200 болып кетеді. Онда жаңағымыз дұрыс. Алғашқы кездескен мезет ғой. Сондықтан 5 көбейтілген қосылған 10 тең 30 болады. Сонда импульсы тең массасы бізде екінші дененің 4 көбейтілген 30 тең 120. Енді екінші денелердің екінші кездескен мезетіндегі бірінші дененің импульсының мәні. Енді мынадан туындалатын болса, минус 5 қосылған 6t. Яғни q тең минус 5 қосылған 6t. Ол дегеніміз минус 5 қосылған 6. Екінші кездескен мезет болғандықтан t2-ні аламыз 10. Сонда минус 5, 60, 55 болады екен. 55 метр секунд. Енді импульсті қоятын болсақ, бірінші дененің массасы 2, көбейтілген 55. Тең 110 килограмм бөлінген килограмм көбейтілген метр секунд. Қатаңдығы 400 ньютон бөлінген метр серікке қайсысы бір күш әсерінен 5 сантиметрге ұзарды. Бұл күштен екі есе үлкен күштің әсерінен 1 сантиметрге тарайтын басқа серіккенің қатаңдығы.
бірінші алғашқы үші тауып алайық. Сонда f тең kx болса, 400 көбейтілген 5 оның минус 2 дәрежесі қысқарып кетсін деп 20 минуты. Енді бұл күштен 2 есе үлкен күштің әсерінен 1 сантиметрге ұзаратын басқа серіппенің қатаңдығы. Бұл күштен 2 есе тұр демек 40 ньютон болады тең к көбейтілген 1 сантиметр оның минус 2 дәрежесі. Сонда к тең 40 бөлінген оның минус 2 дәрежесі. Тең болады. Механикалық тербелістің амплитудасы 7 десиметрде тең және ол 4 минут ішінде 240 тербеліс жасайды. Тербелістің бастапқы фазасы пи бөлінген екіге тең болды. Тербелістің теңдеуін жазыңыз. Так, теңдеу бізде а косинус омега т қосылған фи амплитудасын беріп қойған. Допустим, 70 сантиметр. Или там я 7. Я сам шел. 0,7 метр мысалы. Енді бізге мынаны табу керек. Оны табу үшін бізге мында уақыт пен тербелісті беріп қойған жиілікті табуға болады бірінші. N бөлінген К деп 240-ты бөлеміз 4 пен талсыға көбейтсек 240. Бір болады екен, тіпті керемет. Сонда омега тең 2 пи мю тең болады 2 пи. Демек косинус мында 2 пи т қосылған пи бөлінген 2 деген жауап бар ма? Так, бар екен. А жауабы. Бірақ мында синустар соны ұмытпаймыз. Егер туындалатын болсақ, 2 пи т жоқ, осы д вариант керек. Өйткені бізде ол косинус ойдалы тербеліс болуы мүмкін, немесе синус ойдалы. Оның қай жерден басталғанына байланысты, яғни нүктенің мынау y, мынау x болатын болса, егер нөлден басталса, тербеліс сонда ол синусоидалы, ал егер қандай да бір саннан басталса, онда ол косинусоидалы деген сөз. А д жауабы болады екен. Электр тізбегіндегі кернеуді өзгертіп отырып, оқушы тоқышы мен кернеудің мәндерін кестеге толтырды. Өткізгіш жасалған никельді сымның ауданы 0,3 миллиметр квадрат, ал сымның ұзындығы белгісіз. R тең ρ ls деген формулаға салып көретін сияқтымыз мұнда өйткені. Так, неше метр? Иә, бізде ұзын қалу керек өйткені. Меншікті кедергі беріп қойған. Бізге мынаны кедергіні ғана табу керек болды. Сонда R тең ойынан тез келгенін бөлшектен негізі 4 шықты ғой. 4 тең 0,5 көбейтілген. Өйткені бұл нәрсе өткен сияқты. Рho тең сонда 0,5 тең 4 көбейтілген L бөлінген 0,3 деген 0,3 оның минус 6 дәрежесі. 0,5 көбейтілген 0,3 бөлінген 4 дейді. Önce керісінше еді. Nasıl керісінше осы. Басақымыз дұрыс еді негізі. Күтіп. Адамды алдайды. RLS сонда міне 4 тең 0,5 көбейтілген. Мұны табу керек. Мұны 0,3 оның минус 6 дәрежесі. 4 көбейтілген 0,3 оның минус 6 дәрежесі. Бөлінген 0,5. Бірде 2, 0,5-ке бөлсек. Бірде 0,5-ке оның минус 6 дәрежесі.
6 негізі 4 дейді. 4 болмаса тәжірибесі. Бірақ негізі бар ғой, иә? Оның бес алып дәрежесі алмайды екенбіз. Өйткені біз мұнда 0,5-тікін де алмадық қой. Ол да миллиметр квадрат еді, мынау да миллиметр квадрат, сондықтан оның бес алып дәрежесі алынбайды екен. Оны да алмаймыз. Сонда тек 2,4 болады. 2,4 метр. Ол бізде С жауабы және F жауабы. Так, мәселен, цилиндр қоршауының астында температурасы 30 Цельсий градус, массасы 6 грамм суы бар, газды изотермал шыққанда шығып түсетін көлем. Қысым. Так. Көлем берілген бе? Жоқ. Так, ПМ осы формула салып жатырмын мұнда. ПМ қазір. Ро қаяқта. Бір жоқ бізге көлем толы болып. Онда емес. Онда ПВ тең кәдімгі масса бөлінген М, молярдық масса бөлінген R-та. Сонда көлем тең болады МРТ бөлінген ПМ. Көлем тең болады. Масса 6,3 дәрежесі бөлінген молярдық масса 18,3 дәрежесі көбейтілген жоғарыда. R-сінде 31 градусты Кельвинге аударсақ 303 бөлінген қысым 4,24 оның 3 дәрежесі. 3 дәрежелерді астында қысқартып жібере салайық. Сонда 198 оның минус 3 дәрежесі метр квадрат шығады екен. Немесе 198 литр. Бізде шамамен 200 литр деген жауап бар, иә? Ол келе ма? 2,1 дәрежесі. Вряд ли. А жоқ, келеді ол. Қоныстанмаңдар. Иә. Бұл да е жауабы. Келесі суретте жарықтың белгісі оқылды, одан кейін ауаға өткенде толық ішкі шағылу байқалғаны көрсетілген белгісіз ортаның сыну көрсеткішін анықтаңыздар. Жарықтың белгісіз орта су шекарасынан түсу бұрышы 45 градус. Белгісіз ортаны табу керек, иә? Демек, N белгісіз орта, оның түсу бұрышы тең болады. Мұнда суға түсіп тұр, иә? N су көбейтілген түсу, сыну бұрышы бета. Синус бета. Но наш беда в том, что бізде синус альфа бар. Түсу бұрышы 45-ке тең. 45 градусқа. Вот бета жоқ. Оны қалай табамыз? Оны мына жерден табамыз. Су бізде соңғы моментте мұнда ауаға өтіп тұр ғой. Демек, судың иә, судың көрсеткіші көбейтілген синус бета, яғни ауаға өткен кезде бета бұрышпен жүреді. Бізде ауаның көрсеткіші көбейтілген, енді мұнда көрсеткіштер 90 градус берілді. Потому что уже ауаға өтіп кетті. Демек, синус 90. Енді осы жерден су бізде ол көрсеткіші негізі 1,33-ке тең, бірақ мұнда почему-то бермепті. Көбейтілген синус бета тең болады ауанікі 1 и 90 градуста 1. Сонда демек, синус бета тең болады 1 бөлінген 1,33. Ол шамамен 0,75-ке тең. Енді осы 0,75-ті апарып мұнда қоямыз. Сонда nx көбейтілген синус 45-те
0,7'ye тең болады. Судікі мана айтты 1,33, көбейтілген 0,75. X тең 1,33-ті көбейтсек 0,75-ке. 0,99-75. Оны бөлеміз 0,7-ге. Тең 4,25 екен. Шамамен сонда 1,4 С жауабы. Құрметті достар, осымен бүгінгі біздің талдауымыз бітті. Ұнаса лайк басып каналға тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.